Оразаның денсаулыққа қандай пайдасы бар? Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Ораза кезінде ағзамызда болып жататын өзгерістер жайлы біраз қызықты ақпаратпен бөлісуді жөн көрдім. Тазалану кезеңі. Бірінші, екінші күн. Басың қатты ауырады ма? Еш уайымдама. Дәрі ішуге асықпа. Оразаның бірінші күні қанымыздағы қант төмендейді. Жүрек соғысы бәсеңдеп, қан қысымы төмендейді. Бұлшық еттен гликоген шығып, әлсіздік пайда болады. Тазаланудың алғашқы күндері ең қиын болып келеді. Бас ауыру, жүрек айну, ауыздан жаман иіс шығу, тілдің ауырланып, ісінуі тазаланудың бірінші кезеңінің белгілері. Осы кезеңде аштық та қатты сезілуі мүмкін. Тазалану кезеңі. 3-ші күннен 7-ші күнге дейін май қышқылы құрамындағы майлар ыдырап, глицериндер молекуласындағы глицеринді босатып, глюкозаға айналады. Бет майланып кетеді. Себебі ағза ашыған майдан арылып жатады. Бет терісі жаман адамдарда жағдай асқындап, аздап бөртпелердің шығуы да мүмкін. Ағза оразаға үйрене бастайды. Ас қорыту жүйесі демалып, барлық күш тазалануға және емделуге жұмсалады. Қанның ақ түйіршіктері мен иммунитет жүйесінің белсенділігі артады. Өкпе тұсыңыз ауырсынуы мүмкін. Тазалану органдары, өкпе жолдары ретке келіп, жаңалану процесі үстінде болады. Тынысыңыздың әлі де жағымсыз иісі бар. Тіліңіз де ағарып тұрады. Тоқ шекте де өзгерістер болып, шек қабырғаларына жабысқан нәжіс ажыратыла бастайды. Тазалану кезеңі 8-ші күннен 15-ші күнге дейін. Өзіңізді сергек сезініп, қуатың тасып жүресің. Алайда ескі жаралар қозып, біраз ауырсыну болуы мүмкін. Бұл ағзаның ораза кезінде өзін-өзі емдеуге көшкенін көрсетеді. Егер сіз салауатты өмір салтын ұстанбаған болсаңыз, онда ағзаның өзін емдеу, қалпына келтіру қасиеттері қыл үстінде болатын. Ораза барысында ағза өзін-өзін емдеу қасиетін іске қосып, белсенді етеді. Ағзаның бойындағы өлі де жарақаттанған жерінен лимфоциттер секреттелген заттарды жеткізіп, ақаулы жасушаларды жоюға кіріседі. Осы шырышты заттар бұрын болған ақау орнын қайта ауруына әкеп соқтыратын сол жердегі жүйке талшықтарына әсер етеді. Ағза өзін-өзі емдеп болуының көрсеткіші де осы ауырсыну болмақ. Бұлшық еттер қатайып, токсиндердің әсерінен ауырсыну асқындайды. Токсиндер аяқта жиналатын болған соң, аяқтарыңызда ауру сезінеді. Ауыз қуысында шағын жаралар пайда болуы мүмкін. Ол бактериялардың көбею салдарынан болады. Күнделікті ауызды тұзды сумен шайып тұрсаңыз, жаралар тез жазылады. Тазалану кезеңі 16-ші күннен 30-ші күнге дейін. Ағза ашығуға әбден үйренген, қуатыңыз көп, ой-санаңыз тынық. Тазалану кезеңдері қысқарып, тіліңіз де қызғылттанып, тынысыңыз таза болатын күндер кездеседі. Органдарыңыз өзін-өзі емдеуді аяқтайды. Ағза өзін әртүрлі ауру қоздырғыштарынан тазалағаннан соң, органдар 2 есе тез жұмыс жасап, ақауы бар жойылған жасушалар орнын толықтырады. 20 күннен соң санаңыз тынық, жүйкеңіз тыныш, қуатыңыз көп, бойыңызда баланс сезіледі. Есте сақтау қабілетіңіз артады. Субханалла, не деген керемет өзгерістер бұл. Бірақ бұдан бұрын шынында маңыздысы Алла тағаланың иншалла ораза тұтқан жан үшін бұл дүние мен келесі дүниеде беретін нығметтерін ойлану керек.